Алтын Орда хандары өзді-өзі соғысып әлсіреген кезде орыс князьдары біртіндеп күшейіп, олардың өздеріне билігін жүргізе бастады. Ал Қытай жеріндегі Құбылай ханның ұрпақтарының әлсірегенінен қытайлар пайдаланып, олардан билікті тартып алды. Иран жеріндегі Әлеке ханның ұрпақтары да тура осындай жағдайды бастарынан өткерді. Олардан да хандықты өздерінің қол астындағылары тартып алды. Сол орыс князьдері Қытай патшалар және Иран жеріндегі билікке келген патшалар не орыстанып, қытайланып кеткен түрік халықтарынан шыққан адамдар болатын. Ал Иран жерінде таза түріктер Жалайыр мен Дулаттың аққойлы мен қарақойлыларының өкілдері билікте болды. Сол кезден бастап билікке жеткен орыс пен Қытай билеушілері түрік халықтарының шынайы тарихын небір қулық пен зұлымдықты пайдаланып, бұрмалап құртуға тырысты. Құртып өшіре алмағанын небір айлау амалдар тауып өзгертіп бақты. Бірақ шындық деген алтын кездік емес пе? Қаптың түбіне қаншама жасырсаң да бір күні тесіп шықпай ма? Қазіргі Монғолия жерінде түрік тіліндегі атаулардың осы заманға дейін сақталуы бір кезде ол жерлерді құндар, наймандар, керейлер, үйсіндер, меркіттер мекендеп қоныстанбаса, ол жерлер неліктен түрік атауларымен аталады? Бұдан шығатын қорытынды қазіргі Монғолия жері де ол жерде ғұмыр кешіп жатқан халықта түрік елінің жұрағаттары екенін білдіреді. Арада өткен бірнеше ғасыр ішінде олар басқа әртүрлі елдермен, әсіресе тұңғыстармен, маньчжурлармен, қытайлармен, тибеттіктермен араласқан кезде өздерінің бұрынғы түріктік дәстүрінен алыстай бастаған. Ал Шыңғыс заманында Тибеттен келген Будда дінінің уағызшылары оларды тәңір дінінен шығарып, сол дінге кіргізгеннен кейін, олар тибеттердің де кейбір салт дәстүрін, сөздерін, мәдени мұраларын қабылдаған. Ал бергі батыс беттегі түрік халықтары исламды қабылдағаннан кейін бұрынғы тәңір дінінің жолынан дәстүрлерінен алыстап, оның ішінде қазақ елінде де араб, парсы дәстүрлері, ал тілдеріне солардың сөздері араласты. Содан ислам дінін қабылдаған түрік халықтары түрік ұрпақтары болып қалды да, ал Будда дініне кірген шығыс жақтың түрік елдері өздерінің бұрынғы төл атауы Моғол аталып қала берді. Сөйтіп кешегі бір ханға бағынып, бір тудың астында болған туысқан халықтың ара-жігі дін, діл, салт, дәстүр арқылы ажырағанынан кейін олар бір-бірін түсінуден қалып, біртіндеп жау бола бастады.